Сәлем достар, сіздермен бірге кино айтушы. Бүгін мен сіздерге ужас жанрындағы 1988 жылы шыққан Слизни фильмінің қысқаша сюжетін айтып беретін боламын. Бейне басталмас бұрын каналға жазылып лайк басып кетіңізші. Бұл сіздер үшін бірнеше секундтық іс, ал біз үшін үлкен қолдау. Ендеше кеттік. Фильмнің басында көлден шығып жатқан көпіршіктерді байқаймыз, ал қайықтың ішінде қыз бен жігіт балық аулап отыр. Күтіп отыра беруден шаршаған қыз киімін шешіп жатқанда жігітті бірдеңе суға тартып алып кетеді. Ал қыз жігітім ойнап жатқан шығар деп көмектеспей бақылап тұр. Алайда бірнеше минуттан кейін шығып жатырған көпіршік қызыл түске, яғни қанға айналады. Келесі құрбан алқаш еркек болмақ. Ол итінің ескертіп қанша үргеніне қарамастан үйге кіріп кетеді. Сөйтсе оны диванда қара ұлу шырыштары күтіп отыр екен. Шошып айқайлаған шалға ешкім көмекке келмейді. Біздің басты кейіпкеріміз Майк қалалық санитарлық инспектор болып істейді. Көңілді кештегі отырыстан кейін әйелмен бірге үйге қайтады. Келесі күні Майк шерифтің қоңырауынан оянады. Алқаш еркектің өлімін зерттеу мақсатында. Үйге кірсе, әлгі еркектің көзі, жүрегі және бүйрегі жоғалып кеткен екен. Бұнымен тоқтамай, шырыштар сүйекке дейінгі бұлшықеттің барлығын жеп тастаған. Бұндай өлімді көрген полиция бастығының басы айналуда, себебі бұндай өлімді өмірінде алғаш рет көріпті. Бөлмені тексеріп жүрген Майк шырыштардың ізін тауып алады. Із подвалға дейін екен. Іздің артынан барғанда сасық иістен басқа маңызды ештеңені таппайды. Үйлеріне қайтып бара жатқан шериф бұны жыртқыш жабайы жануарлардың, жабайы ит немесе еноттың істегені болуы мүмкін деп айтады. Ал Майк бұнымен келіспейді. Ол керісінше бұны кішкентай тіршілік иелері істеген деген өз болжамын айтады. Нақты дәлелдер болмағасын олардың істері шиеленісе бастайды. Ал бұл уақытта шырыштар тезірек көбейіп жатыр. Майк канализация жабылып қалған деген арыз алады, сондықтан ол қасына сантехник Донды алып тексеруге келеді. Ал ол жерде Дон бірнеше сасық жануардың мәйіттерін тауып алады. Кенеттен оның қолындағы қолғапты белгісіз бір тіршілік иесі тартып алады. Осыдан кейін Дон ол жерден жүгіріп шығады, ал көрші үйде қарт кісілер өздерінің бақтарынан көптеген құрттарды байқайды. Бұған қатты мән бермеген еркек қолына қолғабын кие бастайды. Сөйтсе оның ішінде шырыштар кіріп кетіпті. Қолына қолғабымен бірге жабысып қалған шырыштардан құтыла алмай артқа барып құлайды. Ол құлағанда химикаттық екі бөтелкеде сынады. Басқа шарасы қалмаған еркек қолына балта алып қолын шаба бастайды. 3 рет ұрғаннан кейін ұруға одан әрі шыдай алмай айғайлай бастайды. Күйеуінің даусын естіген әйел жүгіріп келеді. Баққа енді жеткен кезде қолындағы темекісін түсіріп алады. Темекі қырсыққанда сынған химикат бөтелкесінің үстіне түседі. Осының салдарынан өрт пайда болып, қастарында тұрған баллон жарылып кетеді. Осылай екеуі де сол жерде мерт болады. Бұл туралы жаңалық қалаға тез арада таралып кетеді. Осы туралы әйелімен сөйлесіп жатқан Майк шөпте жүрген шырыштыны байқап қалады. Қызықтаған ол әлгі шырышқа қолын созып көреді. Шырыш оның қолын тістеп алады. Дереу күректі абайлап пайдалана отырып шырыштыны банкіге салып алады. Сосын оны Джонның лабораториясына алып барады. Осы кезде Майк Джонға адам жетім болып мутацияға ұшыраған шырыштар туралы теорияны ұсынады. Джон оларға ұлу шырыштының биологиялық құрылысын түсіндіріп беріп, оларға шырышқа қарсы Дейптен у алыңдар деген ұсыныс айтады. Ал Дейптің әйелі күйеуіне салат дайындап жатыр екен. Сөйтсе, әлгі орам жапырақтың ішінде шырыш бар екен. Күйеуінің келіп қалғанын көрген әйел тезірек дайындайын деп оны жумайды. Ал әлгі шырыштының денесіне анализ жасап жатқан Джон өз көзіне өзі сенбейді. Әлгі шырыш жорғалап барып тышқанды тістеп жатыр. Сөйтсе, ұлу шырыштары ет қоректіге айналып кеткен екен. Сол түні басқа үйде еркек пен әйел бір-бірімен жақындасып жатыр. Жерде көбейіп бара жатқан шырыштарды байқамай қалады. Жігіт вискиді бір ұрттап жіберіп, жерге түсіп жатқанда аяғын шырыштар тістеп алады. Шошынған тыр жалаңаш Донна төсектен секіріп түсіп жүгіріп бара жатқанда жерге құлайды. Қыз денесінен сен ғана рахат ала аласың ба деген шырыштар қызды сол жерде шайнап тастайды. Ал қызын қалай шырыштардың жеп жатқанын көрген жігіт қанша тырысса да көмектесе алар емес. Ақырында өзі де шығар тесікке жете алмай шырыштардың жемтігіне айналады. Келесі күні бұл орынға тағы да Майк пен шериф келеді. Майк тағы да мутацияға ұшыраған шырыштар туралы теориясын шерифке айтады. Себебі соңғы кездері орын алған өлімдердің барлығында шырыштардың ізі бар екен. Шериф бұны топастық деп оның теориясын қабылдамай тастайды. Офисіне оралған Майк Джон қашан байланысқа шығады деп күтіп отыр. Оған Дон хабарласып, әлгі канализацияға адамдар жібергенін айтады.
Канализациядан әлгі адамдар көптеген жануарлардың өлі денесін тауып алғандықтан сонда барып тексерші деп өтініш жасайды. Майк Донға келген кезде ол оған канализациямен бір нәрсе дұрыс емес екенін айтады. Ең қызығы, әлгі мәселелі канализация фильм басында өліп кеткен алқаш кісінің үйінің қасында орналасыпты. Олар картаны алып талдау жасай бастайды. Сонымен қатар, қоқыстармен табылған адам мен жануарлардың қалдықтарының барлығы осы алқаш кісінің үймен байланысты екен. Шындығы 60-шы жылдары осы ауданда қалдықтарды өңдейтін өндіріс орны болған. Қоғамға келтірер зияны мол болғандықтан арада 20 жыл өткесін бұл зауытты жауып тастаған екен. Кейін оның орнына сауда орнын салу ойларында болған. Дон осы жағдай әлгі мутациялық шырыштардың оянуына себепкер болды деп өз ойын айтады. Сол кеште Дейв болса қымбат ресторанда келісімге қол қоюда. Басы ауыра бастағандықтан ол әжетханаға барады. Кенеттен оның мұрнынан қан кете бастайды. Бұл оны қатты қорқытады. Мұрнындағы қанды тоқтатып, үстелге қайта отыра бергенде ауруы күшейіп жерге құлап түседі. Ресторанға жиналған адамдардың барлығын шоштарлық сцена орын алады. Дейвтің аузы мұрнынан шыққан қаннан кейін құрттар тесіп шыға бастайды. Естеріңізде болса, Дейвке әйелі ішінде шырышы бар орам жапырақтан салат дайындап берген болатын. Ал Майк Донмен мәселені талқылап жатқанда шериф орын алған іс бойынша хабарласады. Жетіп келген Майкке шериф ресторанда құрт бар деп өз ойыннан қайтпай қояды. Ал бұған Майк сене қоймайды. Майк тағы да шерифке жыртқышқа айналған мутациялық шырыштар туралы теориясын айтады. Алайда басы қақпайтын шериф сенгісі келмейді. Осылай олар істі толық зерттеу мақсатында өлген адамның мәйітін Джонның зертханасына алып кетеді. Джон бұл істердің барлығының артында мутацияға ұшыраған шырыштар тұр деген ойға келеді. Ет жегішке айналған шырыштар ылғалды және қараңғы жерлерде тез таралады екен. Бұл аздай олар гермафродит екен. Демек олар екіге бөлініп тез таралады деген сөз. Істің насырға шауып бара жатқанын түсінген Майк өз офисіне оралып осындай істерге жауап беретін ұйымдарға хабарласа бастайды. Осы кезде оған әйелі қоңырау шалып маған көмектесші деп өтінеді. Үйіне жетіп келген Майк шырыштардың енді краннан ағып бүкіл асханаға таралып жатқанының куәсі болады. Егер су жүйесін тоқтатпайтын болса, бұның бүкіл қаланы басып қалатынын түсінеді. Дереу қаланы сумен қамтуға жауап беретін Филлипсқа барады. Сөйтсе, бұның да шериф секілді басы қақпайды екен. Амалы жоқ, Майк қала әкіміне барады. Ал әкімнің бір жобамен келісімге келіп жатқандықтан қолым бос емес деп Майкты шығарып жібереді. Көмексіз қалған Майк Джонға барады. Джон болса оған шырыштыны химиялық қосынды литиймен өлтіріп жатқанын көрсетеді. Жағдайдың қауіпті екенін түсінген Дон да шырыштарды жою мақсатында Джон мен Майкқа қосылады. Ал кешке жастар Хэллоуин тойлау мақсатында орманға жиналыпты. Палмер есімді қыз жігіттің ұсынысынан бас тартып кетіп бара жатқанда бір жігіт оған шабуылдайды. Одан қашамын деген қыз канализацияға секіреді. Осылай онда шырыштардың барын білмейтін қыз мерт болады. Ал үшеуі барлық мәселені осы түні тындырмақшы. Олар канализацияға түскенде Палмердің денесін жеп жатқан шырыштарға тап болып тоқтап қалады. Шырыштар көп болғандықтан Майк қайтайық деп шешеді, алайда Донда керемет ой пайда болады. Ол отты пайдалана отырып канализациядағы электр өткізгішті кесіп жібереді. Осылай олар өз жолындағы шырыштардан құтылады. Олар өздерінің діттеген жеріне жетіп суға шикеттерді лақтырып жатыр. Оларды бір орынға жинау мақсатында. Жоспарлағандай Джон олар шырыштарды жинаған люктың қақпағын ашып жатыр, бірақ Джонның күші келер емес. Ал шырыштар болса канализацияда көбейіп жатыр. Есікті ашуға тырысып жатырған Дон байқаусызда суға құлап түседі. Майк құтқару үшін қолын созып үлгергенмен барлығы кеш. Доннан айырылған Майк ашулы. Тірі қалу үшін қақпақты ашқан Джонның арқасында сыртқа шығады. Сосын Джонға литийді құй деп бұйырады. Осылай литийдің арқасында өрт пайда болып, канализациядағы шырыштардың барлығын өртей бастайды. Осының салдарынан қалада бірнеше жарылыстар орын алады. Шериф болса Майкқа Доннан айырылып қалған үшін өз қайғысын айтады. Көңілі орында емес Майк қатты шаршағандықтан әйелімен бірге үйіне қайтып кетеді. Алайда ол тірі қалған шырыштардың әлі де бар екенін, бұлардың тағы да көбейіп адамдарға қауіп төндіретінін білмейді. Егер видео ұнаса лайк басып каналға жазылуды ұмытпаңыз, қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған кино айтушы.